Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Шағбан айын ораза айы деп атайтын себебіміз, Айша анамыз айтады, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Рамазаннан басқа ешбір айды толығымен ұстаған емес, соның ішінде Шағбан айын барлығы дерлігін ораза ұстайтын еді дейді. Яғни Рамазанды 30 күн толығымен ораза ұстау парыз болғаннан кейін басқа айларды Рамазанға ұқсатып толығымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оразамен өткізбейтін болған. Бірақ сол айлардың ішінде ерекшелеп өте көп ораза ұстайтын айы ол Шағбан айы екен. Оның бір 3-4 күнін ғана қалдырып, қалғанын барлығы дерлігін ұстайтын болған. Оның себебін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі былай деп түсіндіреді. Бұл Шағбан деген Рамазан мен Ережептің арасында қалып қойған ай дейді. Көбісі енді Ережепті қасиетті 4 айдың бірі деп біледі, яғни харам айларына жататынын білеміз. Ал енді Рамазан ол екі бастан, соның ортасында Шағбанға мән бермейді, ал шын мәнінде Шағбан айында амалдар көкке көтеріледі. Соның ішінде, яғни сол амалдардың ішінде менің оразам болғанын қалаймын деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы айда ораза ұстауының сырын түсіндірген екен. Шағбан айын ғалымдарымыз жақсылыққа толы ай және сауапты істерге тәәхуб дейді, яғни дайындық айы деп есептеген. Соның ішінде Салама ибн Кухайл деген сияқты одан да басқа табиғи ғұламалар Шағбанды шәһрул құрра, яғни қарилардың айы деп атаған екен. Бұл деген сөз Рамазан айында білесіздер Құран түскендіктен ораза ұстағаннан кейінгі ең сауапты іс ол Құран оқу. Ал енді Құран оқуға дайындықты осы Шағбан айынан бастау керек. Енді онсыз да басқа күндерде оқу керек, бірақ Шағбан айында өте көп Құран оқу керек. Өйткені бұл жақсылыққа дайындық айы деп бұл жерде Құранды мысал ретінде келтірген екен. Сондықтан Шағбан айы деген сөз енді Рамазан айында мысалға жай амалдың өзі парыздай, парыздың өзі 70 парыздай болып жазылады ғой. Сондықтан садақа беруге де, Құран оқуға да, қандай да жақсылық, сауапты істі істеуге осы Шағбан айынан бастап көбірек жасап, көбірек соған дағдыланып дайындалу керек деп ғалымдарымыз айтқан екен.